Бүкіл әлемнің сардары болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қойшы болған ба? Негізгі табысы қандай болған? Ассаламу алейкум достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның табысы, кәсібі туралы айтатын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Алла елшісінің айтуынша, кісінің өз еңбегімен тапқаны адал. Ешбір пайғамбар басқаның қолына қарап масыл болмаған. Күллі пайғамбарлар түрлі кәсіппен айналысып қана қоймай, сол істі бірінші болып бастап, онысын елдің игілігіне ұсынған. Мысалы, Әзірет Ыдырыс алейхиссалам тігіншіліктің, Әзірет Нух алейхиссалам кеме жасаудың шебері, Әзірет Дауд алейхиссалам ел арасында темірден түйін түйген ұсталығымен танылып күнін көрсе, Әзірет Закария алейхиссалам ағаштан ою ойған хас шебері болған деседі. Сол секілді Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бала кезінде қой бақты, ер жеткенде сауда жасады. Бір хадисінде мен Мекке халқының қойын бақтым дейді. Алла тағала Расулалланы қой бағып бейнеттендірмей, рақат өмір сүргізсе де болар еді. Алайда Алланың хикметі өзінің жіберген елшісін саллаллаху алейхи уассалам жастайынан бейнеттендіріп, адал еңбектің және халқына еліне қызмет етудің өзінің туыстарына жәрдем берудің өте маңызды іс екендігін көрсетті. Бір жағынан бұл істе сабырлықты, шыдамдылықты қажет етеді, жауапкершілікті арттырады. Сонымен қатар елден алшақтап қаланың жеке ой дамытуға шама келтірмейтін қым-қуыт тіршілігінен алшақтап, жеке ойын дамытып, тәфәккүр жасап, болмыстың, жаратылыстың мәнін түсінуге септігін тигізгендігі тағы бар. Алайда көпшіліктің аузында пайғамбар кедей болған, бәни сағаттықтар оны жас кезінде жетім кедей болғандығынан емізуге ешкім алмай қойған. Халима анамыз емізетін басқа ешкім қалмағандықтан пайғамбарды алуға мәжбүр болғандығы жазылуда. Алайда пайғамбардың атасы Әбдімүталиб бәни сағыт руының арасындағы ең ауқатты отбасылардан. Барлық адамдар балаларын осы руға ұсынатын. Тіпті кейбір риуаяттарда бәни сағыттық бір әйел кісі пайғамбарды емізуге сұраған. Сонымен қатар ол кезде жағдайы болған отбасы ғана балаларын ақы төлеп қала сыртына жіберетін. Өйткені қала сыртының ауасы таза, жүрекке тыныш, сөйлеу шеберлігін дамытуға ыңғайлы. Табиғаты бай, әрі шектеусіз еркіндікті сезуге, сезімдерін дұрыс қалыптастыруға ыңғайлы. Жаны мен тәні толық кемелденетін жер ретінде саналатын. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әкесінен бір қызметші және 5 түйе, бір тобыр қой мен саудадағы әкесінің үлесі мұра болып қалған. 5 түйесі бар адам шариғатымызда бай саналып, зекет міндеттелетін адамдардың санатына жатқызылады. Пайғамбарға қанша байлық ұсынса да өз еркімен оны кері қайтарған. Сондықтан дүниеге мақам мансапқа тәуелді біреу пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам алдына келгенде өзін баймын деп мақтанып тұра алмасы анық. Сонымен қатар пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам қарапайым өмір сүруі көпшілік халыққа ыңғайлы еді. Себебі ол бай болып зәулім сарайда тұрса, кедейлердің дінді қабылдауы, тіпті пайғамбармен тілдесуге, жолығуға, қайғы мұңдарымен бөлісуге кедергі болуы мүмкін еді. Ал жастайынан саудамен айналысу ол жоқшылықтан емес, ол меккеліктердің әдеттерінде баланы өмірге бейімдеу мақсатында қой бақтырып, саудаға айналыстыратын болған. Сондай-ақ ол кезде саудамен мал бағу тіршіліктің негізгі көзі болып саналған. Сондықтан Алла тағала осы екі істе пайғамбарды табысты етті. Алланың хикметі дінді жаюшы, насихатшының біреуге тәуелді болмау керектігі, күнделікті күн көрсін өзі тауып, біреудің дүние мүлкіне көз салмаған. Осымен пайғамбарым саллаллаху алейхи уассаламның қой бағып күн көруінде Алла тағаланың үлкен бір хикметі бар екендігін білсек болады. Ақпарат сіздерге пайдалы болып, әрі ұнады деген үміттемін. Арнаға жазылып, тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.